Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақ тастау видео gündeliminin 56. günü. Бүгінгі салмақ 105-9. Так, бүгін ешқандай өзгеріссіз жаттығу планка вакуум бәрін жасадым. Сосын бұрынғыша тамақтануымызды жалғастырамыз. Бүгін ешқандай таңғы асымда бір ерекше ештеңе жоқ. Табағымда бұрынғыша жұмыртқа, солар қазір көрсетіп кетемін. Сізге бәрін түсіріп, содан кейін кешке не жейтінімді білмеймін, қараймын. Так, марафонда бастадық. Марафон жақсы өтіп жатыр, ұнап жатыр, отчет тапсырып отырмын. Сөйтіп маған марафон жағады екен. Сол сізге де кеңес, егер салмақ тастауға күнде ертең болып жүрсеңіздер, марафонмен бастап қараңыздар, бастап көрмесеңіздер. Сол, рахмет, күндеріңіз жақсы өтсін, мен бірге арықтаңыздар. Пока. Қайырлы таң қыздар, анау менің таңғы асым. Мына жерде 2 жұмыртқа көп сияқты болыпты, бірақ мына жерде қана 2 жұмыртқа, бірақ ішінде жуа бар. Сосын бұрышты осының ішіне қосып жібердім, жасыл бұрышты. Сол себепті мына жерде тек қана огурцымен қызанақ турадым. Сиыр да осының үстінде мына жерде еріп жатыр, көрдіңіз бе? Сол, осы менің таңғы асым. Маған насып болсын. Мен бірге арықтаңыздар. Қайырлы күн достар. Жайлап сөйлеп жатырмын, балам ұйықтап жатыр. Сағат қазір 4. Бұл менің түскі асым. Кешеге де сорпа. Кеше көп пісіріп қойдым, содан бүгін енді соңғысын ішіп жатырмын. Ішінде картошка, үстіне ет сүйегімен йогурт араласқан сорпа. Осыны ешқандай нансыз ештеңе ішіп аламын қазір. Кешке ішпейтін сияқты болып тұрмын тамақты. Болмаса сағат 7-лерде қарным ашса кефир ішіп аламын, оны көрсетпей қойын сіздерге. Сол кешке 7-де кефир ішеміз, скорее всего. Сол қарағандарыңызға рахмет. Мен бірге салмақ тастаңыздар, пікірлеріңізді жазыңыз, каналыма тіркеліңіздер. Мен бірге арықтаңыздар. Пока-пока.